Сәлеметсіздер оқушылар, әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. 38-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы оқушы Шоқан. Бүгінгі сабақта кейіпкерді сипаттайсың, оның іс-әрекетіне көзқарасыңды білдіресің. Бірінші тапсырма: сөз жұмбақты шеш. Көк торкөздегі сөзді дауыстап оқы. Ол туралы не білесің? Жақсының сөзі шопан жарық айдай анық. Ұстаздан шәкірт озар. Ақыл жастан, асыл тастан. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Демек, көк торкөздегі сөз ол Шоқан деген сөз шықты. Есіңе сақта. Көрнекті балалар жазушысы Сапарғали Бегалин Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Шоқан асулары, Сәтжан кітаптары бар. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Оқушы Шоқан, Сапарғали Бегалин. Әубәкір молда баланың қандай нәрсеге бейім бар екенін аңғарады. Сол жағына көп көңіл бөлетін ұстаз еді. Ол Шоқанның қиялшыл, алғырлығына қызығады. Сондықтан өзі білетін ақындардың шығармаларын сабақ ретінде оқытты. Шоқанның әрбір жаңа кітапты оқыған сайын оқу құмарлығы өрши берді. Әубәкір молда Орынборға кейінгі барып қайтқан жолы бір кішкене әңгіме кітабын әкелген. Шоқанға бұл кітап сондай қызық көрінді, бірақ молда өзі оқы деп берген жоқ, ал рұқсатсыз алып оқуға әдеп сақтап жүр. Үшінші тапсырма: Шоқанның мінезін сипаттайтын сөздерді тауып жаз. Шоқан қиялшыл, алғыр, зерек, тәрбиелі, сабырлы, сыпайы, жайдарлы. Төртінші тапсырма: Шоқанның ұстазы кім? Ол жайлы мәтінде не айтылған? Шоқанның ұстазы Әубәкір молда ол баланың қабілетін қандай нәрсеге бейім екенін бірден аңғарады. Сол жағына көңіл бөлетін ұстаз еді. Бесінші тапсырма: болжа. Шоқан қызыққан кітабын оқи алды ма? Шоқан қызыққан кітабын оқи алды деп ойлаймын, себебі Әубәкір молда өзінің оқыған кітабын Шоқанға да береді. Алтыншы тапсырма: топқа бірігіп, пікірлердің дұрыстығын дәлелдеңдер. Бірінші пікір: Шоқан рұқсатсыз кітапты оқымайды. Екінші пікір: Шоқан қызыққаннан кітапты оқиды. Шоқанның рұқсат сұрамай жатып кітапты оқымағаны оның тәрбиелі екендігін көрсетеді. Жетінші тапсырма: Шоқанның іс-әрекетіне өз ойыңды білдір. Сен оның орнында болсаң не істер едің? Менің ойымша Шоқанның іс-әрекеті дұрыс. Мен Шоқанның орнында болсам кітапты аяғына дейін оқитын едім. Жарайсыздар, сау болыңыздар.